ауылға кетіп қалғанбыз кеше. Бүгін келсек, мына екеуін жоқ, таппаймыз. Диван астын, анда қуыстардың арасын бәрін қарап шықтық, таппаймыз. Шошып кеттім мен. Бір мысықтар, бір нәрселер кіріп жеп кетті ма деп. Сөйтсек, бұл тәтелерім мына комнатада. Жаңа біз шаштық. Таппаймыз ғой, сол аралап жүріп, папасы осы жаққа кіріп қалса, мыналардың арасынан шығып келатыр екен. Бәрі өстіп жиналып тұрған ғой. Мыналар нанның үстінде тұрған. Сөйтсек, ана бұрышқа кіріп алып, екеуі жатыр екен. Ана біреуін көріп қалдық. Екіншісін таппаймыз, сөйтіп ақтарып соның ішінен тауып алдық. Мына астында қарадық. Есіміз шығып, мына терезені ашып кеткем, сеткасын алып кеткем. Үйге кіріп шығуларына удобно болсын деп, бәрін жылжытып қарағанбыз ғой, іздегенбіз ғой екеуін. Менің қыздарым, бұлар менің қыздарым. Кішкене өссе біреуін ұзатамыз, қайсысын ұзататынымызды білмейміз. Ойнап жүр. Өсті ойнап жүрсе бергіміз келмей қалады оларды. Бірақ беру керек. Барын бәрін істейміз. Үшеуі де қыз еще. Короче, 3 ұлым, 3 қызым бар ғой менің.